Selam dostlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, bugünkü videonun adı Dubai'da bir günümü ötközeyim. Bugün Dubai'da Muhamedcan қазір завтрак ішеді, одан кейін мына шашын әдейі Алматыдан өсіріп алып келдік, алмай. Соны осы жақта алдыратын боламыз. Ағылшынша түсіндіріп көреміз, барымызды салып. Сол, до конца көріңіздер, өте қызықты видео болады. Міне мынау менің өзіме алған тамағым. Мынау Мұхамеджанның алған тамағы. Менікі, Айшанікі, Маубасы. Ұйқыңды ашамай отырсың ба әлі? Бәсе көз вообще. Мынау не нәрсе? Йогурт тағы. Йогурт. Арбузбен қауын алған. Мынау алған, арбудікі. Мына кісі өзіне таныс, мына тамақты ғана жеп жатыр. Өзіне таныс тамақты ғана. Şimdi biz қазір завтрак ішіп жатырмыз. Adam boynu. Мама, мен қорқамын. Шекеп жатып алғанын қарасай. Столға асылған кезде бойы деген столмен бірдей. Өте бер. Өте алмай. Фатимаға қарап тұрғаны мысы? Аркана, көнбі андайғы өзіне салады. Айша өте алмай қалды, Айша. Аяғым созылып.
Не болды Айша? Ай. Тамақ жеп болдық. Қазір енді комнатаға барып киініп, сосын Шашымызды аламыз. көрдіңіздер ма шашын? Күшті прическа жасату үшін осында өсіріп келдік қой. Иә. Ал мінеки, шаштаразға кетіп баратырмыз. Достар, біз коридордамыз. Қазір Таныстырып жүрейін коридорды қойса. қазір лифт келген соң шаштарды Бер қарашы, мынаған қараңыздар, иә шашын. Былай қара. Міне, өсіп кеткен да табы. до и после. Болайын деп тұр, иә? Ағылшынның кейбір сөздері қазақ тіліне енген екен, қараңыздар. Children емес, children. Ал бұл значит шілдіршімек. Шылдыр шүмек аударып жүрдің ба? Бала деген сөзді шүмек болып кетті ғой, короче. Ой, Жүрген жерімізде, короче, переводтап жүрік қой. Өз переводымызбен. Children. шілдіршімекте. Шылдыр шүмектер 12 жасқа дейін. Жасқа дейін. Жоқ, 12 жастан аспай тұрып күйдірген болды. Иә, 12 жастан аспау керек та. Ал келдік міне шаштараз. Батырым давай. Не деген әдемі жүр мына жер, а? Hello. Hello. Аружан, жүр. Мұхаммеджан кел. Yes. Hair. Haircut. Haircut. But wash hair in first. First? Yes. So let's Не айттың? Бірінші чуть береді сосын Ой, переводчик үшін өз айтып жүр. Ал. Білмеймін, Аружан бірден қайт. Не деп айттың сонда? шашын бірақ бірінші шашын жуып береміз. Әйтеуір өзі бірден айтты. Міне жатыр біздің король. Ну как тебе? Нравится? Умывальниктің қасында жатқан. Кожаный креслода умывальниктің үстінде жатқан күшті ме екен? Жүзім жерде жатқан Ау? Жүзім жерде жатқан шығар. Я постоянно ғой бұл кісен. Әнес, менен отыйды сіздерге көрсетейін, қалай істейтін. Әдемілеп жүріңіз, әдемілеп, күштілеп, баланың көзіне су тимесін. Мына жерде бәріне сөйлей береміз ғой біз. Бізді түсінбейді ғой. Кеше Мұхаммеджан айтып жатыр ғой сіздерге. Сол сияқты неше түрлі сөздерді қазақша айта береміз бізде. Дұрыстап жүрсе, ананы тереңдетіп, әдемілеп. Алдын ғана жүрдің, артында жүрді. Сөйтіп ұрсамыз бұл кісілер. Бірақ бұл кісілер түсінбейді. Көзім жұмбай ақ қойсаң болады, Мұхаммеджан. Көзіңе тигізбейді, қазір тигізсе сосын ұрсам мен. Не деп ұрса болады? Ағылшынша ұрсуды да білмейміз ғой. Әнеки өтірік жуып берді, короче. Ой, рахмет, айналайын. Өзінің прическасы жынды екен, 2000 рубль. Мінеки мен. Енді қалай түсіндіреміз, ал қалай қып алатынын. 0. Мен міне бүйту керек та, мына жерінше налевкамен алады да, мына аяғын бірмен ғой, сонда 0 десең горшок жасап тастаған деймін. Мына аяғын 0 қып, 0 қып, мына аяғын 1 горшок болып қалды. Ой, мама, неше түрлі сөйлеп құрсын, прикол болып күліп жүрміз. Енді қазір бүйтіп айтшы, необычный прическа деп айтшы, Аружан.
не деп айтасың? Олар сосын басқа все жасап тастайды ғой. Иә, бірақ. Сен қысқарт дедің ба просто? Дәл осыны. Человек-паук хочешь сюда андай? Бүйтіп, ана балалар жүр ғой, бүйтіп. Хочешь, не хочешь? Қысқартып береді ғой. Қазір мен әкесінен сұрайыншы. Құр қысқартсың ба дәл осы прическаны? Мен бритвамен тоқымасқа деп санасың. Мен маған налевканы алдым, шамалы ала керек қой. Қараңыз, налевка десем 000 болады да горшок болады. Жоқ, горшок болмайды, істейді ғой оны. Ал. Қызыл раушан болады деп тұрған. Қызыл раушан. Мұхамеджан сен қызыл раушан болайын деп тұр дейді әкем. Ал енді өнеріңізді бір көріп жіберейік. Қазақстаннан со сіздің өнеріңізді көру үшін шашын алмай келдік біз деген. Енді баршы өзім айтып жатырмын, нормально сөйлесіп жатырмын. Сіздің өнеріңізді тамашалау үшін Қазақстаннан алдырмай келдік. Сондықтан бір ұятқа қалқамаңыз енді. Сонау Дубайға келдік деген кезде. Мынауыңыз не деп отырмайық. Мен сіздерге бір нәрсе көрсетейін ба? Мына кісі не істеп отыр деп ойлайсыздар. Сақалын алдырып жатыр. Қазір біреуді көрсетем. Еріккендер келетін жер сияқты мына жерші. Мынаны қарасаңыздаршы. Біреу тырнағын, біреу 0 0 Ага. 1. Really? Қалай айтса отыр. So not too short, like 2, 3, like this. Little. And here short. Okay. Не дедің? Сен горшокты айттың, осы бар ғой сен. Не деп айттың? Қайтадан айт маған, түсіндіріп бер. Мына жерде аз кесіңіз, қатты кеспеңіздер. Мына жерде көп кессіңдер. Қазір горшок болып мына жерді қазір көп алып тастап мына жерін мынандай болып тұрмасын. Баламыз танымай қалып жүрмек. Сосын бәрі 0 0 0 0 деп жүрмек. Ару. Ой. Краштарыңыз мінеки отыр. Қазір краш болады, точно краш болады. Бағасын сұрамадыңдар ғой, Қазір 100 деп тұрмасын. Бұл жақта, бағаны алдын ала айтпайды екен. Жұмысы біткен кезде жаңағындай счетчик сияқты ғой бұлардашы бәрі. Ана бритвасына счетчик қойып қойдым екен, бірден істеп қойған сияқты походу. Айтыңыздар, краш қой, краш қой. Оны кішкентай кезінде вообще краш болған ғой. Қарап тұрмыз Аружан екеміз. Неге түсіресің деп өйтіп атқан жоқ, Қазақстанда болса. Бірдеңке деп сөйлейді ғой. Көрінген нәрсеге сөйлейді бізде. Мына жерде өйтіп сөйлемейді екен. Енді турист болған кейін уже біледі да, бұларда бәрі туристер ғана жүреді ғой мұнда. Білмейміз, қымбат салонға келдік па, арзан ба, походу қымбат салон сияқты. Мынаның сақалы шаштан да ұзақ болды ғой. Қазір мынаның сақалын алу, шаш алудан да ұзақ болды ғой деймін да. Жатыр Аружан. Мына еркектің өмірінің рахаты деймін да, даже біз өйтпейміз ғой. Бір қолмен сотка көріп отыр да. Біреу шашын алып жатыр, біреу тырнағын алып жатыр. Қолына массаж жасап жатыр ғой. Не деген өмір ананың өмірі. Енді маған бәрі қызық болып жатыр. Турист болғаннан кейін бәрі қызық екен. Может, бізде де сөйтетін шығар, біз енді еркектерді көрмейміз ғой. Бізде еркектер қаланың ортасында тұратын еркектер барады бізде маникюрге, по-моему, кейде көріп қаласың қалаға барған кездерші.
А так в основном қазақтың жігіттері маникюрға барғанын байқамайсың да ғой. Ол ана орыстанып кеткен қазақтың жігіттері барады, мне кажется. Или олай емес па? Қалай ойлайсыздар? Тағалы ал. This one, you like it long? Тағалды шарып. Short. Okay, but here is only for more. Алсын, алсын. More. Not little, not too much, right? Қатем өзі түсіндіріп жатыр, өзінің прическасын айтып жатыр ма? Мына жерінде қысқартты ғой, біз мына жерінде кішкене. Қысқартыңыз дедің бе? Ана түзу болып қалды ғой. Мұхамеджан түзу болмасын ба? Түзу болмасын деп айт ана. Қазір басқаша қылады оны. Не анандай бірдеме қылады. Мына екі қызды ертіп алғанымызға қатты қуанып жатырмыз. Айшаны да, Аружанды да, екеуінің де английский нормально екен. Кәдімгідей переводтап біздің сөз, біз мақал болып жүрдік қой. Қазақша сөйлеп бұларға. Ананың бетіне жауып мұрнын сүртіп отыр. Болды уже. Болды уже. Китска 75 дирхам. Yes. Thank you. Bye bye. Bye, bye, bye. Енді брелок алам дейді мына кісі. Шашыңызды бір айналып жүргізші. Мінеки. Не деген краш. Ой, міне 0 болды. 1 міне мынау 1, мынау 0. Түсінді ма? Кеттік енді Мұхамеджан бір нәрсе алам дейді, қазір көрсетеді сіздерге не алатынын. Міне Дубайда келе жатырмыз. Жаңа ана брелок алам дейді, бір неден брелок көрген. Дәл біздің үйдің қасында ол. Мына жерде Бургер Кинг бар. Сосын не бар, андай супермаркет бар. Сол жерге келе жатырмыз қазір. Таксилерін қараңыздар. Онша емес таксилерінің өзі Toyota Camry 70-ка ғой. Ең мықтысы джиптер, таксилері джип қой. Джиппен жүрміз ғой, такси деп. Мінеки, өзі біледі кеше. Көріп алып бер дегенде алып бермей қойғам. Соны енді бүгін алып берші деп. Қоймай 2 күн болды миым жүр. Бұл не нәрсе, құдай. Қойш 30 дирхам нормально. Мынау не енді? Қолға тағатын. Қолға тағатын нәрсе. Анау не? Неге тағатын не? Ол значок бұл. Жоқ, бұл емес. Енді. Не алу үшін келдік құдай? Мынанда очки алса алғаным келді. Мынау не мынау? Брелок енді мынау. Жоқ, қай жақтікі? Францияның брелогын алғысы келіп тұр. Бұл тұрады бізде қанша дирхам? Қай жерден алдың? 60 дирхам тұрады. Сол 60 дирхам ғой бәрі. 60 дирхамның қанша? Нерде Путин тұр ма? Жоқ, футболист. Ойбай, Путин деп қалдым ғой. Кейін бе? Мынау бәрін таниды. Мынау кім ал? Танымайсың ба? Марадонаға. Сіздер танисыздар ма? Кім мынау? Мбаппе. Қайсы Мбаппе? Мынау Мбаппе. Мынау Рамс па, Мбаппе ма? Мынау Рамс, мынау Мбаппе. Мбаппенің міне. Міне мынау Рамс екен. Сіздер қайсысын таныдыңыздар ал? Міне. Де Брайен. Қайсы Де Брайен? Бүткіл футболисті таниды ғой, құдай-ау. Де Брайен ба мынау? Енді міне мына жерден сонда осындай қолға тағатындармен мынандай алып бер деп тұр. Мен мынандай апергім кеп тұрған жоқ. Мысалға брелок қаяғына тағады оны? Ал, вопрос, қай жағыңа тағасыз? Ол мортөбелі, сумкамалы. 60 дирхам, 60 дирхамың 6000 теңге ма, сондай ғой. Көрек қазір ойланайық, сосын айтамыз, аламыз ба, алмаймыз ба.
Біз, короче, мынаны ғана аламыз деп шештік. Аргентинаның фанатымын дейді. Жарайды енді. 30 дирхамға Аргентинаның несін алып берем. Мынаны алмаймыз. Мынау 60 дирхам. Бұл где-то 7-8 мың тұрады мынау. 8 мың тұрады. Бұл Қазақстанда 1500 алады. А мынау 30 дирхамың где-то 4 мың тұрады мына резинкаң. 4 мың теңге адам резинка алама, я? Енді амал жоқ, алғысы кеп тұр бала. Ала ғой. 10 дирхамға мынаны алып отырмын ғой. 10 дирхам. 10 дирхам 1000 теңгеге ма? Кеттік ал. Мне мына маму. 2 дирхам саған. Мынау 2 дирхам тұрады екен, Аружан айтады, популярный тиктоктан көргем деп. Ана бір популярный асмырчиктер алаттан, ана біреуін алаттан маған батырып жейді. Давай, онда осыны алып көреміз ба? Дайте мен мына жерден алайық. О, мам! What? It is... What do you? Деймін. Ағылшын жерінде шарт 15 дирхам брал. Давайте көрейік біз мына жерден біраз нәрсе алайық, сосын үйден көрсетеміз сіздерге. Міне мынандай алғымыз келіп тұр тоже. Мә. Шашымды 1-ден 10-ға дейін оцените. Жәнеден қараңды. Не Аргентинам. Алды мынаны. Шашын енді оцените 1-ден 10-ға дейін деп айтып тұр енді. Комментарийға оценивать етіп кетіңіздер. Ұялмай қайтадан келдік. Шашының папасы айтады, алды деген вообще қалың болып кетті, соны жіңішкертіңдер деп. Мынаның бәрі тәттілер енді. Алдында бір мынандайдан бір челлендж түсіріңізші деп бір балалар жазып еді. Как раз соны алдық, енді қазір түсіреміз. Чупа-чупстікін алып. Мына жерде Айша граната деген сонымен мынандай дайын граната ғой, короче. Қалған үйге барып көрсем қызық болмай қалады енді. Кішкентай малюсенький болады. Малюсенький. Кішкентай ғой. Айшаның сияқты сумка алу керек болды маған ше, осындай тряпочный. Рахат екен, іліп алып жүре бересің. Детский қылып ұстап жүрмін енді. Айша мен Фатима үйде қалды, олар шаршадық, шықпаймыз, оның үстіне монтаж жасаймын деп Айша кешегі видеосын бүгін шығарады, влог қылып. Соған ол монтаж жасаймын, демалам деп үйде қалды Фатима екеуі. Біз қалғандарымыз жүрміз, Аружан переводчиктер деп. Жоқ, енді әдемі болды, ашылды арасы. Ашылды. Енді әдемі болды балам. Е? Ұшық-шық қапты кішкене аузына. Біз үйге қайтадан келдік. Біз қазір бассейнға барамыз, содан кейін сол влогты келесі күнінде шығаратын боламыз. Мен осы жерге дейін қараған үшін өте көп рахмет. Қош сау болыңыздар.